қазақ тілі сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз ғарыштық аппарат жанасу. Сабағымыздың оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттарды жинақы мәтін жазу және сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлерін ажыратып қолдану. Дәптерімізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазамыз. Желтоқсанның 14-і ғарыштық аппарат және тілдік бағдарымыз жанасу. Кітаптарыңыздағы 81-ші бетті ашыңыздар. Жаңа сабақты бастамас бұрын жылдам сұрақтарға жауап берейік. Сөз тіркесі дегеніміз не? Сөз тіркесінің сыңарлары қандай? Сөз тіркесінің басыңқы сыңары есім сөз немесе етістік болуына қарай қалай жүктеледі? Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері қандай? Қиысу қалай жасалады? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, оқылым мәтініне назар аударамыз. Оқылым мәтіні ғарыштық аппарат туралы. Кітабымыздан немесе осы видео сабақтан ғарыштық аппарат мәтінін оқимыз. Балалар мәтінмен танысқаннан кейін мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Ғарыштық аппарат дегеніміз не? Оны басқаша қалай атайды? Ғарыштық аппараттардың қандай түрлері бар? Дүние жүзі бойынша ұшқышы бар және жоқ ғарыштық аппараттар қашан ұшырылды? Әрбір дұрыс жауапқа 1 балдан, барлығы 3 бал. Балалар, біздің тілдік бағдарымыз жанасу болмақ. Өткен сабақтарда қиысу, матасу және қабысу деген сөз тіркесінің байланысу түрлерін өткен болатынбыз. Осы сөз тіркесінің байланысу түрінің 4-ші түрі бұл жанасу. Жанаса байланысқан сөз тіркестері, балалар, сөз тіркесінің 2 сыңары ешбір жалғаусыз, яғни септік, тәуелдік, жіктік, көптік жалғауларынсыз, ешбір жалғаусыз, қатар тұрып та, алшақ тұрып та байланысады. Немесе оны пысықтауыш пен баяндауыштың байланысы деп атаймыз. Пысықтауыш пен баяндауыштың байланысы, яғни басыңқы сыңары етістік болады, баяндауыш болады, бағыныңқы сыңары пысықтауыш болу керек. Бұл жерде біздер пысықтауыштың сұрақтарын білуіміз керек болады. Пысықтауыштың сұрақтары, балалар, қашан, қайда, неліктен, не себепті, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, кеше болды, басыңқы сыңары болды, етістік, баяндауыш. Қашан болды, кеше болды. Ешқандай кеше сөзі жалғаусыз, яғни ешқандай жалғау жалғанбаған. Кеше, қашан деген сұраққа жауап береді пысықтауыштың. Бұл сөз тіркесі жанаса байланысқан сөз тіркесі болады. Немесе әдейі келді, басыңқы сыңары келді. Етістік, баяндауыш, неге келді? Әдейі келді. Әдейі бағыныңқы сыңары, ешқандай жалғау жалғанбаған. Және пысықтауыштың сұрағына жауап беріп тұр, әдейі келді, неге, не себепті келді деген сұраққа жауап береді. Балалар, жанаса байланысқан сөз тіркесі мынадай сөз таптарынан жасалады. Үстеу мен етістіктің байланысы арқылы. Түнде оқиды, тез оқиды. Сын есіммен етістіктің байланысы. Жақсы оқиды, әдемі сөйлейді. Есімдік пен етістіктің тіркесу арқылы. Әрдайым оқиды, әрқашан сөйлейді. Көсемшемен етістіктің тіркесу арқылы асығып оқиды. Яғни қалай оқиды, асығып оқиды.
және соңғысы сан есім мен етістіктің тіркесуі арқылы. 2 сөйлейді, 3 оқыды. Балалар, осыған дейін біз сан есім мен зат есімнің тіркесуін, сын есім мен зат есімнің тіркесуін қабыса байланысқан сөз тіркесіне жатқызған болатынбыз. Ал сан есім мен етістіктің, сын есім мен етістіктің, үстеу мен етістіктің, есімдік пен етістіктің өзара байланысуын жанаса байланысқан сөз тіркесіне жатқызамыз. Сонымен балалар, жанасу дегеніміз бұл сөз тіркесінің 2 сыңарыда ешбір жалғаусыз байланысу керек, және бұл сыңарлары қатар тұрып та, алшақ тұрып та, яғни сөйлемнің ішінде 2 сыңары қатар тұрып та, немесе сөйлемнің әр бөлігінде орналасуы мүмкін, басында, соңында деген сияқты, яғни алшақ тұрып та байланысады. Және бұл тіркестер пысықтауыш пен баяндауыштың байланысы болады. Біз ол үшін пысықтауыштың сұрақтарын меңгеруіміз керек. Пысықтауыштың сұрақтары қашан, қайда, неліктен, не себепті, қалай, қай мөлшерде деген сұрақтарға жауап береді. Ережені есімізге сақтасақ, балалар, тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша, яғни жаңағы оқыған ғарыштық аппарат деген тақырыптағы оқылым мәтіні бойынша мынадай дайын сөз қолданыстарын қолдана отырып жинақы мәтін жазыңыздар. Балалар, жинақы мәтіннің, яғни аннотацияның не үшін жазылатынын біз өткен бөлімдерден білеміз. Жинақы мәтінді жазу үшін сіздердің алдарыңызда дайын сөз қолданыстары берілген. Осы дайын клишелерді қолдана отырып сіздер мәтінге жинақы мәтін жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы жинақы мәтін жазады, мәтіннің әр бөлігінен алынған ақпараттарды жинақтайды, мәтін мазмұнын сақтайды. Жинақы мәтін 3-4 сөйлемнен тұрады. Тапсырмаға берілетін балл саны 4 балл. Яғни балалар, жинақы мәтін бұл мәтіннің мазмұнын сол күйінде баяндап мазмұнын жазу, көшіру емес. Керісінше, осы мәтіннің әр бөлігіндегі кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдердегі ең негізгі деген ақпараттарды біріктіріп, мәтіннің мазмұнын еш бұзбай, қысқаша түрде жазу бұл жинақы мәтін болып есептеледі. Екінші тапсырмаға көшейік. Мына берілген сөйлемдерден жанаса байланысқан сөз тіркестерін табыңыздар. Дескрипторы жанаса байланысқан сөз тіркестерін анықтайды. Тапсырмаға берілетін балл саны 3 балл. Балалар, егер түсінбеген сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде мұғаліммен кері байланыс жасаңыздар. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін мұғалімге жолдаңыздар. Сабақты тыңдаған